Қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге өте дәмді шығатын пловтың рецептін ұсынамын. Міндетті түрде үйде жасап көріңіздер. Бұл рецептке бірінші рет мен кептірілген слива қосып жасадым. Бірінші орта отта құйрық майын шыжғырып аламыз. 150 мл сұйық май құйып алдым. Сосын еттерімізді салып шығамыз. Жақсылап қуырылған еттің үстіне жарты пиала су құямыз. Және бетін жауып 20 минутқа бұқтырып қоямыз. Отымызды төмендетіп қоямыз. 2 дана пияз қосамыз. Пиязымызды майдалап турап қуырамыз. Үлкен сәбізден 3 дана сәбіз қостым. Осылай етіп турап шығамыз. Қуырылып жатқан пиязымыз үстіне сәбізімізді салып, жақсылап қуырып аламыз. Пиязымыз бен сәбізіміз қуырылғанша күрішімізді дайындап аламыз. 3,5 пиала күріш саламыз. Күрішімізді 3 рет жуып алып, жылы суда қалдырамыз. 1 ас қасықтай тұз қосамыз. 400-450 мл су құямыз. Астын баяулатып 20 минутқа қайнатамыз. Оттың астын міндетті түрде жай қоямыз. Кептірілген сливадан 6-7 штуктай қосамыз. 5-6 граммдай зіра қосамыз. Үйде қалған мен чесноктан қостым. Үйде бар осы болды. Күрішіміздің суын төгіп, күрішімізді салып шығамыз қазанымызға. Күрішті осылай етіп жайып шығамыз. Күріштің бетін осылай басып шығамыз. Қатты отта қайнатамыз. Бетіндегі су тартылғанша қайнатып аламыз. Су тартылған соң 35-40 минутқа бетін жауып қалдырамыз. Міндетті түрде төмен болу керек астыңғы оты. Пловымыз да дайын болды. Енді араластырып, тарелкамызға салып аламыз. Етін жақсылап турап аламыз. Пловымыз дайын, ас болсын. Егер мен рецептім сіздерге ұнаса, лайк бас, комментарий қалдырыңыздар. Маған жазылуды ұмытпаңыздар. Рахмет!